Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 42-ші сабақты талқылаймыз. 18-ші жаттығу мәтінді оқы, ұтымды жауап. Болашақ суретші. Бала бір күні 13 жыл қой бақтым. Енді оқимын. Таяқ қуат болса да мұрат емес, деп Жаркентке жаяу кетеді. Жаркентте байларға жалшы болып, аздаған тиын-тебен табады. Ол ақшасына қағаз, бояу сатып алатын. Әбілхан 25 жасқа келгенде оқу іздеп Алматыға жол тартады. Оның небәрі 2 сыныптық білімі болды. Атақты суретші Николай Гаврилович Хлудовқа салған суреттерін көрсеткенде, ол баланың өнеріне қайран қалыпты. Сурет салуды қайдан және кім үйреткен сұрағанда Әбілхан Хастеев: таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен, деп жауап берген екен. Мәтін кім туралы? Мәтін Әбілхан Хастеев туралы. Хастеев туралы не білесің? Әбілхан Хастеев қазақтың тұңғыш кәсіби суретшісі. Қазақстан бейнелеу өнерінің негізін қалаушылардың бірі. Ол бала кезінен сурет салуға әуес болып, өз еңбегімен үлкен өнер иесіне айналған. Әбілхан Хастеев еңбекқор, талантты, табанды қазақ суретшісі. Әбілхан Хастеевтің Хлудовқа берген жауабын талқылау. Бұл жауапта суретші өзінің шабыт көзі, табиғат пен халықтың өмірі екенін айтады. Қойдың құлағынан деген ол ауылдың тіршілігі, малдың шаруашылығын айтқан, ал таудың бұлағынан ол табиғаттың сұлулығын айтқан. Анамның киізінен дегені ол ұлттық өнер мен тұрмыс туралы. Ешкімнің ешкімнен көшіру емес, өз еңбегімен, өз талантымен үйренгенін білдіреді. Сондықтан ол солай жауап берген. Себебі оның өнері табиғи қабілет пен өмірдің тәжірибесінен туған шынайы өнер. Мәтін кімнің атынан баяндалыптыр? Мәтін әңгімелеуші, яғни автордың атынан баяндалған, яғни үшінші жақтан баяндалады. Мәтіннен туынды сөздер, мысалы суретші, түбірі сурет, жұрнағы шы. Оқушы, оқу, шы. Жалшы, жалу, жұрнағы шы. Өнеріне, өнер, тәуелдік және септік жалғаулары бар. Білімі, суретші. Осылар туынды сөздер. Мақалдың қатесін түзеп жаз. Білімді жастан ақыл шығар, ақылды қарттан нақыл шығар. Туынды сөздер мен сөз құрамына талдау жасайық. Білімді, түбірі біл, жұрнақ ім және ді. Ақылды, ақыл, жұрнағы ды. Нақыл, нақ, түбір, ыл, жұрнақ. Түбір мен жұрнақтың мағынасы, мысалы білім, біл, тану, үйрену, ал ім ол іс-әрекеттің атауын жасайды. Ді сын есім жасайтын жұрнақ. Ақыл да солай. Ақыл ой, сана, ал ды деген сын есім тудыратын жұрнақ. Нақылда да дәл солай. Нақ, түбірі шын, анық дегенді білдіреді, ал ыл ол зат есім жасайтын жұрнақ болып табылады. Мақалдың мағынасы. Бұл мақалдың мәні жастық шақта білім алсаң, ақылды боласың, ал қартайғанда сол ақылың өмірлік тәжірибеге айналып, өзгеге үлгі болар, нақыл сөз айта аласың дегенді білдіреді. Яғни білім мен ақыл ол бір-бірімен байланысты қасиеттер. Жас кезде оқу, іздену керек, ал қартайғанда сол білімді пайдаланып, кейінгілерге ақыл айту ол өмірдің жемісі. Сондықтан балалар жас кезде оқыңдар, ізденіңдер. 20-шы жаттығу берілген жұрнақтарды қандай сөздерге қосып жаңа сөз жасауға болады? Мысалы, паз мағынасы ол бір іске, қасиетке құмар, оны сүйетін адам. Мысалы, өнерпаз, өнерді сүйетін, өнермен айналысатын адам. Еңбекпаз, еңбекті жақсы көретін, еңбекқор адам. Білімпаз,
бітімпаз, келісімге келуге ұмтылатын адам. Екінші ш мағынасы белгілі бір істі, кәсіпті, мамандықты айтады. Мысалы, малшы, мал бағатын адам. Құрылысшы, құрылыс жұмысымен айналысатын адам. Әнші, ән айтатын адам. Хана мағынасы ол белгілі бір қызмет, не затқа атқарылатын орынды айтуға болады. Асхана, дәріхана, кітапхана. Кер мағынасы белгілі бір қасиет, іс-әрекетті үйренуші адам, мысалы еңбеккер, кәсіпкер. Және соңғы қой мағынасы бір іске бейім, мысалы ән қой, әзіл қой, сән қой. Шығармашылық үзіліс: бір дыбыс екі рет қайталанбайтындай етіп жаңа сөз жасап жаз. Тон шар, шортан, үй кіш, үйшік. Бар қыз, қарбыз. Гері дәрігер. Ықбал, балық. Міне осылай жаңа сөздер жасауға болады екен, балалар. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.